Сәлем баршаңызға. Кезекті тақырып төрт шадияр дос жайында айтып беретін боламын. Қазақта досың кім деген дәстүрлі сұраққа төрт шадияр деп жауап береді. Олар Әубәкір, Омар, Оспан, Әзіреті Әли. Бұлардың исламда Мұхаммед пайғамбардан кейінгі төрт әбзал халиф деп атайды. Қазақ танымындағы адамның төрт досы осылар. Ахиретте пайғамбар үмбетіне болысады деп сенеді. Қиямет қайымда барлық адам таразы мизамнан тартылады. Періштелер адамның сауабы мен күнәсін өлшейді екен. Сол кезде әділетті Омар Мұхаммедтің үмбетіне болысып, күнә мен сауаптың дұрыс есептелуін қадағалайды. Барынша үмбетке бүйрегін бұрады. Егер мұсылман адамның күнәсі басып кетіп, қиын жағдайға тап болып жатса, жәрдемге Әубәкір келіп жетеді екен. Ол өмірде жомарт әрі бай болған кісі. Мұхаммедтің үмбетіне сауап жетпесе, менің сауабымды алыңдар деп өзінің сауабынан бөлісіп, қиындықтан құтқаруға жан салады дейді. Мұсылманның сауабы сонда да жетпей жатса, Тәңір Тағала Құран жібереді. Құранды оқыса 70 мың күнәсі жойылып, амал дәптеріне 70 мың сауап жазылады екен. Алайда мұсылманның көбі арабша қат танымай қиналады. Сол кезде үшінші шадияр Оспан келіп, Мұхаммедтің үмбетінің орнына Құранды мен оқып берейін деп, Құран кәрімді бастан аяқ оқып береді екен. Мұсылманның күнәсі оған да жойыла қоймайды, қалдығы қалады екен. Періштелер оны тозаққа сүйрей жөнелгенде алдарынан Әзіреті Әли шығады екен. Ол зұлып қарын суырып Мұхаммедтің үмбетін тозаққа жібермеймін, оған тағы бір мәрте мүмкіндік беріңдер. Ұлығы Алла сүйікті пайғамбарына салауат айтқан адамның күнәсін жеңілдетемін деген. Ең болмаса пайғамбарға салауат айтсын деп араша түседі. Мұхаммедтің жалғыз ұлы Ибраим дүниеден өткенде пайғамбар 40 күн қайғыдан бас көтермей жатып қалады. Себебі залымдар пайғамбарды қубас деп кемсітетін. Жаппарқақ сүйікті пайғамбарына көңіл айтып, ей Мұхаммед, ұлым өлді деп қайғырма. Барша үмбетіңді ұлыңдай көр. Сенде ұрпақ болмайды, сенде үмбет болады. Олар қиямет қайымға дейін өмір сүреді дейді. Осыдан соң ғана еңсесін көтеріп үмбеттерімен қауышу үшін сыртқа шығады. Меккенің барлық жұрты жиналып кеп пайғамбарға көңіл айтады. Бұл кезде Әубәкір, Омар, Оспан, Әзіреті Әли төртеу Ибраимді арулап, жер қойнына тапсырып, жөн жоралғысымен атқарып қойған екен. Бұл жайында Ибраим қиссасында былай жырлаған: сүйегін Омар ұстап, Оспан жуды, Әубәкір құман менен суын құйды. Алланың арыстаны Әзіреті Әли бас жағында иман айтып қарап тұрды. Пайғамбар олардың риясыз қызметіне риза болып, ұлымды ақтық сапарға шығарып салып, менің ақыреттік досына айналдыңдар. Бұдан былай барлық үмбетімнің ақыреттік досы болыңдар, қияметте оларға шапағат етіңдер деп бата берген екен. Содан бастап Әубәкір Сыдық, әдетті Омар, қари Оспан, Әзіреті Әли төрт шадияр мәртебесін иеленіпті. Қазақтың бата беру дәстүрінде төрт шадияр жар болсын, шадияр досым десін, түндігіңнің төрт бұрышына төрт шадияр түнесін деген сияқты тіркестер көп кездеседі. Лайк басыңыздар және түсініп алыңыздар, қосу белгісін басып қосыла кетіңіздер, жалғап таратыңыздар, сау болыңыздар.